Сәлем ханымдар, мен сіздермен бүгін өте керемет ерекше тағам түрін жасап көрсеткім келіп жатыр. Яғни шайнек ішіндегі шашлык немесе шайнек ішіндегі тушенка деп айтсақ болады. Ол үшін бізге 100 грамм іші майды жақсылап ұсақтап турап аламыз. Бір ас қасық сары майымыз қажет болады. 300 грамм сиыр еті қажет болады. Қой еті де жарай береді. Және бір бас жуа етімізге қара бұрыш, тұз, зираны қосып, жақсылап араластырып алдым. Және осылай керек емес шайнегіңізге, үйде қолданбай тұрған, жаны сынып қалған шайнегіңізге осылай еттің барлығын саласыз. Астында іші май, ет, пияз, осы кезде 150 грамм суды құямыз. Одан кейін тағы да қайтадан осылай жалғасады. Сары майымызды, етімізді, пиязымызды салып, тағы да 150 грамм суымызды құямыз. Осылай дайын болған біздің шайнегіміздің аузын, суды құйып болып, қақпағын жауып, шайнектің аузын осылай фольгамен орап жауып қоямыз. 160 градуста 2 сағатқа пісіріп қоямыз. Егер пешкіңіздің қызуы жай болса, 2,5 сағатқа қойғандарыңыз дұрыс болады. Мен қамп пәтір пісірем, яғни лаваш пісірем. Ол үшін маған жарты стақан су мен 1 кесе ұн қажет болады. Где-то бір 300 грамм ұн. Осы кішкентай ғана бір зуаланы жақсылап илеп аламыз. Қамырдың қыр-сыры әрқашан айтатын, ол илеуінде. Осылай жауып қоясыздар, тынықтырып. Дайын болған қамырымызды майда бөліктерге бөліп, жайып аламыз. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, қоңырауды басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Алдағы уақытта керемет рецепттер болады. Осылай қамырларымыз дөңгелетіп, жайып, оны қызып тұрған табада 2 бетін жақсылап пісіріп алатын боламыз. Үй жағдайында жасап көріңіздер. Бір жасағаннан керемет шығады, туысқандарыңызға ұнайды. Осылай 2 бетін пісіріп, көп жерде қамп пәтір деп айтады, лаваш деп айтады, жұқпа деп айтады, осылай болады. Осыны жасап бізде дайын болды. 2 сағатта пісті. Осыны жаңағы жұқпамыздың үстіне құямыз. Мен де бір қолыммен құйып жатырмын. Бір қолымда телефон болғаннан кейін кішкене ыңғайсыздау болды. Өздеріңіз осылай мұқият болыңыздар, өте қатты ыстық болады. Мына еттердің өзі видеода көрініп тұрған шығар. Керемет шашлыктың иісі, дәмі ауыздарыңызда қалады.